Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дыбысты жазу және ойнату. Сабақтың мақсаты дыбысты жазу және ойнату үшін программаларды пайдалану және енгізу шығару құрылғыларын ажырату. Дыбыс дегеніміз есту арқылы қабылданған ақпарат. Дыбыс адамға қоршаған ортада не болып жатқанын хабарлайды. Дыбыс тарататын жанды және жансыз денелер дыбыс көзі болып табылады екен. Ал ендеше оқушылар дыбыс және дыбыс көз туралы біз анықтамасын айта кеттім. Ал енді бізде дыбыс екіге бөлінеді екен. Олар бізде табиғи дыбыс және жасанды дыбыс. Табиғи дыбыстарға қоршаған орта алуан түрлі дыбыстарға толы. Күннің күркіреуі, жануарлардың дыбыстары, құстардың сайрауы, жапырақтың сылдыры, судың сылдыры және тағы басқа табиғи дыбыстарға жатады екен. Ал енді жасанды дыбыстарға құрал саймандардан, музыкалық аспаптардан, көліктерден шыққан дыбыстар, ұялы телефон дыбыстары және тағы сол секілділер жатады екен. Бұл бізде жасанды дыбыстар. Енді кез келген дыбысты компьютерлік программамен тыңдап өңдеуге болады. Дыбысты тыңдау және енгізу үшін компьютердің қосымша құрылғылары қажет. Олар микрофон, дыбыс колонкалары, құлаққап. Енді микрофонды сіздер білесіздер. Дыбыс колонка, құлаққап дегеніміз ол бізде наушник. Қазақша құлаққап. Жалпы біздер оқушылар компьютерде дыбыстық карта дегеніміз бар. Яғни дыбыстық карта дегеніміз дыбыстарды өңдеуге арналған компьютер құрылғысы. Осы құрылғы арқылы бізде екіге бөлінеді. Сол жағымызда көрсетіліп тұрғандай, ол компьютердің ішінде орналасатын негізгі стандартты картасы. Мынау бізде қосымша карталы, арнайы дыбыстарды сапалы түрде жазу үшін қосымша құрылғы. Ал енді оқушылар, біз дыбысты жазуға келетін болсақ, компьютер арқылы арнайы құрылғы микрофон керек дедік, немесе құлаққап. Бірінші тоқтала кететін ол сіздердің қолдарыңыздағы ұялы телефондар, немесе ата-анаңыздың телефондары. Бізде диктофон құрылғысы бар. Яғни ұялы телефондарда арнайы микрофон ұялы телефонның ішінде орналасқан. Біз кәдімгі диктофонды ашып, жаңағыдай микрофонға рұқсат беріп, осы диктофон арқылы дыбысымызды жаза аламыз. Өзіміз ән айтып, немесе табиғаттың дауысын, немесе белгілі бір достарымен отырғанда диалогтарыңызды жазуға болады. Одан бөлек бізде компьютер арқылы жазуға болады. Ол үшін бізге мынандай арнайы компьютерді құлаққап, яғни наушник бізге микрофонымен қажет, немесе оң жақтарыңызда көріп тұрғандай арнайы компьютер үшін арналған осындай микрофон қажет болады. Бұндай жағдайда біз дыбысты қалай жазамыз? Әрбір компьютерлерде бас мәзірде барлық бағдарламалар, программа ең астыңғы жағында бізде стандартный деген бар. Осы жерде звуковой запись деген арнайы бағдарлама бар. Бұл да сіздердің ұялы телефондарыңыздағы диктофон сияқты. Бұл жерде мүмкін начать запись деп бассаңыздар, жаңағыдай дыбыстарды жазып алуға да болады. Ол үшін бізге мынандай арнайы микрофон немесе құлаққап қажет болады. Енді дыбысты қалай тыңдаймыз? Біз білеміз, компьютер немесе ұялы телефон арқылы музыкаларды, жаңағы әуендерді, дыбыстарды тыңдауға болады. Сондай бағдарламалардың бірі компьютерде AINT деп аталады. Мінекей қойып көрсек. Бұл жерде естіп тұрғандарыңыздай біздегі табиғаттың дауысы. Мінекей осындай бағдарламалар арқылы дыбысты тыңдауға да болады. Осындай бағдарламалардың көмегімен дыбысты жазуға да болады. Ал енді оқушылар, бүгін біз арнайы құрылғылармен таныстық.
құрылғылармен, соның ішінде мінекей құлаққап және микрофон және бар дыбыстық колонка. Енді қарайық, оқушылар, осы бізде шығару және енгізу құрылғылары болып екіге бөлінеді. Шығару құрылғыларына бізде құлаққап және дыбыстық колонка, динамиктер жатады. Олар өйткені дыбысты сыртқа шығарып тұр. Сол себепті, мысалға, монитор ақпаратты бізге шығарып тұр. Біз оны көріп тұрмыз. Принтер қағазды басып шығарады. Мәтінді қағаз бетіндегі қағаз бетіне басып шығарады. Проекторда бізге ақпаратты шығарады. Ал енді енгізу құрылғыларына келетін болсақ, енгізуге бүгінгі біздің айтып отқан микрофон жатады екен. Өйткені біз дыбысымызды, мысалға, біз сөйлейміз, өлең айтамыз, қандай да бір дыбысты жазамыз, яғни ол дыбысты біз компьютер ішіне енгізіп жатырмыз. Енгізілген жаңағы дыбысты біз өзіміздің қалауымызша пайдаланамыз. Яғни бұл жерде біз микрофон бізде енгізу құрылғысына жатады екен. Бұл енгізу және шығару құрылғыларын біз алдыңғы өткен тақырыптарда да айтқан болатынмын. Мінекей, яғни осылайша бізде құлаққап пен дыбыстық динамиктер ол бізде шығару құрылғысына, микрофон бізде енгізу құрылғысына жатады екен. Ендеше оқушылар, сіздерге тапсырма, берілген осы анықтамаларды, жаңағы дыбыс дегеніміз не, дыбыс нешеге бөлінеді, табиғи дыбыстар және жасанды дыбыстар, осы анықтамаларды жазып алатын боламыз. Одан кейін тапсырма мынандай болады: табиғи дыбыстар, жасанды дыбыстар. Өздеріңіз күнделікті өмірде қандай табиғи дыбыстарды естіп жүрсіздер? Соны жазасыздар. Және жасанды дыбыстар. Біз жаңа айта кеттік, жасанды дыбыстарға мысал ретінде көліктің дыбысы, ұялы телефондардан шығатын дыбыстар, және де сіздер қандай дыбыстарды естіп жүрсіздер өздеріңіз. Осы жайында айта кетсеңіздер, одан кейін барып, ұялы телефондарыңыз болса, сол жерде диктофонды ашып, дыбыстарыңызды жазып көрсеңіздер болады. Ендеше бүгінгі сабағымыз осы, балалар. Яғни біз бүгін құрылғылармен, дыбыстық құрылғылармен таныстық. Дыбыс дегеніміз не, дыбыс нешеге бөлінеді, дыбысты қалай жазамыз, дыбысты қалай тыңдаймыз деген сұрақтарға жауап бердік. Ендеше табиғи дыбыстар мен жасанды дыбыстарды өздеріңіз жаза кетсеңіздер, күнделікті естіп жүрген дауыстарыңыз және басым көпшілігі қандай дауыстар, жасанды дыбыстарды көп естисіздер ме, немесе табиғи дыбыстар, сол жайлы да жаза кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.